Бүгін мен диабеттік нейропатия туралы сөйлесуге келдім. Бұл өте кең таралған, бірақ өте қызықты және маңызды тақырып. Диабет, гипертониямен бірге бүкіл әлемде үлкен халықты қамтитын, өте кең таралған жұқпалы емес ауру. Диабет нервтерге қалай әсер етеді деген сұрақ көпшілігіңізде болуы мүмкін. Ең жиі кездесетін симптом нейропатия болар еді. Нейропатия дегеніміз не? Нервтер мидан басталады. Олар жұлынға түсіп, қолдар мен аяқтардың нервтеріне кіреді, және бұл нервтер перифериялық нервтер деп аталады. Олар өте жұқа, олар өлмекші торы сияқты. Және егер біреуде диабет болса, бұл нервтер бірінші болып зақымданады. Сонымен мен оны қалай анықтай аламын? Қарапайым симптом, біз оны инелер мен түйреуіштер, немесе күйіп тұрған аяқ синдромы деп атаймыз. Мұнда науқас табанында немесе қолдарында бір нәрсе жорғалап жүргендей сезінеді, немесе ине шаншып жатқандай, немесе өте жылы және күйіп тұрғандай сезінеді. Бұл перифериялық нейропатияның алғашқы белгілері. Көпшілігіңіз диабеттің перифериялық нейропатиясы диабеттің басталуынан 2-3 жыл бұрын пайда болуы мүмкін екенін білгенде таң қаласыз. Сондықтан бұл ескерту белгісі болып табылады, және болашақта диабет дамуы мүмкін екенін көрсетеді. Қандай дамыған симптомдар болуы мүмкін? Ауыр жағдайларда олар бұлшықет көлемін жоғалтуы мүмкін. Бізге көптеген адамдар келіп, қолдары мен аяқтарының көлемін жоғалтқанын айтады. Олар бұлшықеттердің жай ғана жоғалып кеткенін сезінеді. Бұл біз диабеттік амиотрофия, немесе бұлшықеттердің атрофиясы деп атайтын кезең. Келесіде оларда қатты ауырсыну және ине шаншу сезімі болуы мүмкін, және жүру кезінде тепе-теңдіктің бұзылуынан құлап қалуы мүмкін. Содан кейін олар аяқтарындағы әлсіздік салдарынан сүрініп құлап жатқанын түсінеді. Өте ауыр жағдайларда аяққа жарақат алғаннан кейін науқас аяқтың қанап жатқанын кенеттен байқайды, бірақ ол мүлдем ауырсынбайды. Жара үлкен болуы мүмкін, бірақ оларда ешқандай ауырсыну жоқ, сондықтан олар аяқтарына жарақат алғанын түсіне алмайды. Бұл ауыр диабеттік невропатия. Невролог ретінде көпшілігі сұрайды, перифериялық невропатиядан басқа қант диабеті миды немесе жұлынды қандай да бір жолмен әсер ете ала ма? Жауап иә. Қант диабеті егер бақылаусыз болса, жүрек талмасы немесе миокард инфарктісі сияқты ми шабуылдарына немесе инсультке бейімдеуі мүмкін. Егер қант диабеті бақылаусыз қалса, оларда мида бірнеше травмалардың пайда болуымен және қант диабетіне байланысты мидың кішіреюімен біз оны кортикальды церебральды атрофия деп атаймыз. Деменцияны әдеттегі жасқа қарағанда әлдеқайда ерте дамытуға бейімділік болуы мүмкін. Оларда қуық мәселелерін немесе зәр шығару мәселелерін дамытуға қатты бейімділік болуы мүмкін. Оларда іш фату дамуы мүмкін. Олар ішектерін жиі немесе тұрақты түрде босата алмауы мүмкін. Диабеттік невропатияның алдын алу жолдары қандай? Өте қарапайым. Қант диабетін ерте кезеңде емдеңіз, жақсы диета ұстаныңыз. Бұл невропатияның негізгі емі. Невропатияға арнайы ем жоқ. Біз невропатияның себебін емдеуіміз керек. Ол әдетте қант диабетін бақылау болып табылады. Сондықтан, құрметті достар, қант диабетінің кез келген ерте белгілерін, әсіресе жүйке жүйесінде байқау өте маңызды.